YouTube-ға күніне қалай 2 видео салуға болады? Бірінші қадам, ерте тұр. Екінші қадам, таңғы күнделікті әрекеттеріңді созбай, жанды темпте жаса. Үшінші қадам, жұмыс орныңа отырда, бүгінгі күніңнің бірінші видеоңның идеясын ойластыр. Төртінші қадам, сценарийін жаз. Бесінші қадам, видеоңды түсір. Сәлем, мен кайф ұстаймын. Алтыншы қадам, монтаж. Тағы да монтаж. Жетінші қадам, түскі ас уақытында дұрыстап тамақтанып ал. Себебі саған өте көп энергия қажет. Мүлдем тамақ ішпей қойып жүрме, әйтпесе осындай жағдайға тап боласың. 7.1 қадам. Далаға таза ауа жұтып қайт. Үлкен жұмыстан кейін сергіп алғаның абзал. Күніңнің екінші жартысында жақсырақ жұмыс жасауыңа керек. 8 қадам. Жұмыс орныңа отырда, бүгінгі күніңнің екінші видеоңның идеясын ойластыр. Айтпақшы, су ішіп отыруды ұмытпа. 9 қадам. Сценарийін жаз. 10 қадам. Видеоңды түсір. Hi, it's Kaifusta. 11 қадам. Кешкі асыңды ішіп, біраз демалып ал. Осыған 1 сағаттан артық емес, бірақ қатты аз да емес уақыт бөл. Жұмысыңды жақсы күйде тамамдағың келетін шығар. 12 қадам. Он үшінші қадам. Видеоларыңның мұқабаларын жаса. Видеоларың мен мұқабаларыңды жүкте. Толтыру керек жерлерді толтырып, соңғы батырманы бас. 14 қадам. Жұмыстың біткеніне қуанып, бір оқ деп ал. Еркін демал. 15 қадам. Ұйқыға ерте жат. Себебі ертең осының бәрін қайтадан бастайсың. Нені бастаймын дейсің бе? Мен саған айтып берейін. Бірінші қадам. Ерте тұр.